Армысыздар менің құрметті оқырмандарым. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алаяқ қалыңдық пен құдағи. Ажар 40-тан асып бара жатқан ұлын көп уайымдайтын. Немере көрсем дегеннен гөрі қалқайып жанында отырып шай құяр қара тұтар келінім болса деп армандайтын. Ажар күйеуінен жас айырылды. Жол апатына түскен кезде жолдасы ұлын аман сақтап қалғысы келіп, терезеден баласын лақтырған екен. Еш жеріне зақым келмесе де қорқыныштан ақыл-есін жоғалтқан бала анасының қуанышына ма, әлде күйігіне орай ма аман-есен ер жетті. Ұлының деліқұлы екенін мойындағысы келмеген Ажар ұлын қасынан бір елі алысқа жібермеді. Ауылдағы мектепті мектеп басшылығының кең пейілділігінің арқасында ілініп салынып бітірді. Ұлының жанында болу үшін мектеп қарауылдығына өзі сұранып кірген Ажар енді баласын да қасына жұмысқа кіргізіп алды. Ұлы Жандостың зейнетақысы бар, жұмыстан алатын айлығы бар, екеуіне артылып жететін. Келін алып қалсам деген үмітпен жинаған қаржысы бүгінде банкте әжептәуір қомақты болған. Таңғы асқа енді отыра бергенде есік ашылып көршісі Батима кірді. Кел, таңғы астың үстінен түстің, деді жадырай түскен Ажар. Жандоспен мардымды әңгіме болмағандықтан осындай шүйіркелесіп отыратын жанды да сағынады екен. Бәтима кіргенде Ажар сол себепті қуанғанды. Қызау, жақсы жаңалығым бар деді ентігі сырылдаған Бәтима. Иә, аузың амай. Орнынан тұрып шайды қайта демдеп жатқан Ажардың көңілі алабұртып-ақ тұр. Біздің қыздың тиген жерін өзің білесің. Сол қайын жұрты жақта бір қыз оң жақта отырып аяғы ауырлапты дейді. Масқара десейші, әлгі жігіті ұхит-сұхит жоқ болып кеткен. Енді әкесі мен ағалары қызды өлтіреміз деп кіжініп жатқан көрінеді. Шешесі деліқұлы болса да қызыма бір бай табылмады-ау деп жылап отырған көрінеді. Несі бар, Жандосжан сәл есі жоқ демесең, бір үйді асырап отырған еркек қой, жарасып кетері мүмкін. Аузына тандыр нан мен сары майды бұралай тыққан Бәтима шайнап отырып жеткізгені осы болды. Бірінші көрейік те, өткен жолғы қыз сияқты болып жүрмесін. Алдыңғы қыз дегені оң қолынан станокта жүргенде айырылған Хадиша деген қыз. Хадишаға бәрі түсіндіріліп, ол зорға келісіп үйге келіп отырғанда Жандос әлек шығарды. Қолы жоқ қой деп, Хадишаны қатты ұнатып қалған Ажардың жаны шықты. Бірақ Жандос 5 жастағы баладай қырсығып көнбей қойды. Ақырында көніп отырған Хадишаның қарсылығына қарамай ағалары әкетіп тынды ғой. Қазір өзі сияқты мүгедек бір жанға қол арбада отырған жігітке тұрмысқа шығыпты деп естіді. Жоқ, өлгенше бір байды құшақтап отырсын деген шешесінің жан айқайымен келіп отырмын ғой саған. Ол қыз өмірден түңіліп кеткен дейді. 2 рет қораға асылып қалмақ болған жерінен аман қалған деседі. Өмірден бас кешкені ғой, әрі тұрмысы нашарлау көрінеді. Туған ағасының 5 бала-шағасымен бір үйге сыймай отырған ұқсайды. Ертең-ақ қуып шығады оны жеңгесі. Сондықтан да мына байлықты көрсе, ойбай, қыздың өзі кетпес. Ажар негізі пысық әйел. Үйін 2 қабат етіп салып алған. Келген келінді ең болмаса үйімен болса да қызықтырайын деген ойда жоқ емес. Банктегі қомақты қаржы тағы бір үй салуға жетер еді. Жарайды, бара көрерміз. Жүрегі алабұртқан Ажар әлі сенгісі келмейді. Түстен кейін Жандосты киіндіріп алып, қасына Бәтиманы алып машинамен жолға шықты. Не болса да баланы көрсін, ойлансын, ертең үйге келіп әлек шығарғанша деп ойлады Ажар. Көрші ауданға жеткен соң Бәтима қызымен хабарласты. Олар ағасы мен әкесінен қорқып кездесу орны деп бір кафені айтыпты. Машинадан түскен Ажар кафенің жаздық алаңында отырған Бәтиманың қызын көрді. Анасы мен қызы әжетханаға кіріп кетіпті. Біраз отырған соң қастарына орта жастағы көзі ойнақшып қалған қара торы келіншек пен аққұба көзі қысықтау арық қыз келді. Аяғы ауыр деп естіген Ажар бірден ішіне қараған дым білінбейді.
Қысқа киіп сылаңдап тұрған қыз өзімен өзі ұялы телефон шұқылап отырған жандосқа көзімен ішіп жей қарады. Деліқұлы демесе, бойы ұзын, аса келбетті жандосқа көпшілік бұрылып қарайтын. Таныстықтан соң көз жасына ерік берген жаңа құдағи жандосты айналып толғанып есі шықты. «Ох, жүрегім-ай» деп қойып, қызының бағы дәл осы жігіт екенін жүрегі сезіп отырғанын да жасырмады. Үйге баруға әзірге жолдасынан қорқатынын, негізі қызды алып қашып кетіп, тойда бір-ақ көрсе де болатынын, әйтпесе ағасы көнбей жүруі мүмкін екендігін жасырмады. «Күнде жанжалдан шаршадым. Мына Айжан болмағанда Құдай айдап сіздерге жолық деп қойды құдағисымақ. Әрине, әлі-ақ үйреніп кетеді ғой. Қанша адамдар жүр ғой айналамызда. Деліқұлы болса да отбасын құрып деп қойды Бәтима да. Қабағы салыңқы Ажарға жаңа келіннің ұсқыны ұнамай тұр. Сол уақытта құдағидың телефоны шырылдай қалып сөйлесіп алмаққа аулаққа кеткен. Келе көз жасына ерік берген құдағи қыздың әкесімен сөйлескен болып шықты. Қызың да өзің де құры деп айқайлап жатыр. Енді 2-3 күн ішінде бірден той жасап бастамасақ, мен де қызда құримыз. Алла куә ғой, жалғыз қызым бір ғана қателіктен өз әкесінің қолынан өледі ме деп сөзін аяқтамай еңкілдеп жіберді. Болды, қоя салшы, әлі-ақ жандоспен бақытты болып кетеді. Ажар да жаман адам емес деп Бәтима да бастырмалата жөнелді. Сорлы қар, сен үшін көрмегенді көріп, әкеңнен естімеген сөздерімді естіп жатырмын. Қызын қойып қалған құдағи ашуланып отыр. Селк ете түскені қызы жерден көзін алар емес. Жаны ашып кеткен Ажар қыздың басын сипады. Көз жасына ерік берген жас қыз Ажарды құшақтап еңіреп қоя берді. Ақырында Бәтиманың қызы үйіне, қалған бесеуі Ажардың үйіне қарай беттеді. 2 қабатты үйді көргенде құдағидың көзі жайнап кетті. Аста төк дастархан басында болашақ құдалық туралы сөз қозғап әрең тарқасқан. Бірақ қызы үйге бармаймын деп әлек салып қалып қойған. Әмина жүзіктің көзінен өткен пысық болып шықты. Таң атпастан тұрып зыр жүгіреді. Адам жұмсап үйренбеген Ажар әлі үйренісіп кете алмай қысылған. 2-3 күн өткен соң түсте ала шапқан болып келген құдағи әкесімен біраз туыстарға кит алу қажеттігін, қалың малы мұнша болу керек деп саңқылдай жөнелген. Асатпай жатып құлдық дегізіп, билеп төстеп жатқанына жыны келсе де, болашақта баласының осындай пысық қызбен қалатынын ойлап, әрі Әминаға бауыр басып қалғандықтан Ажар келісті. Банктен барып қомақты қаржы шешілді. Тым арық келіннен күдіктенген Ажар қалтарыста жұқалап жағдайын сұраған. Сөйтсе ішін бандажбен байлап алатын болып шықты. Той өткенше осылай жүре тұрсам деп өтінген келінге жоқ дей алмады. Қалыңға миллион болсын деген кезде шыдай алмаған Ажар, өздеріңіз келіп отырғандарыңызды ұмытпаңыздар, мәселе ақшада емес. Ертең-ақ мына үйде қаражат та Аминанікі болады. Олардың бүкіл қаражатын желге шаша алмаймын деді. Жоқ құдағи, әкесінің ашуы басылсын деп жатырмын. Қалай болғанда да жалғыз қызы ғой, күйеуге шықты дегенді естігенде дұшпандардың іші күйді. Бар жерге шықты дегенді естігенде тіпті жарылсын дегенім еді. Әкесі көп ағайынды, барлығынан кезінде кит кидік. Енді біздің кезек дегендей той жасап солардың көкірегін бір бассам деймін. Әрине, ертең той жасаймын. Жалғызыма той жасасам деген арманым әлі сөнген емес. Сіз құданық туыстарымен бір күнді белгілеп алып келіңіз. Тізімді беремін ғой. Құдағидың жүрегіне 3-4 күн өтті. Құдалардан тырс еткен дыбыс жоқ. Кімге қандай кит алу керегін, құдалыққа келетіндердің киім өлшемі қандай екенін мен білемін деп кит алуға құдағи өзі жүретін болған. Бір-біріне үйренісе бастаған Жандос пен Әмина үйде қалатын болған. Таң азанмен Жандостың әкесінің қарындасы үшеулеп жолға шықты. Қалаға жетісімен бірінші алтын көруден бастаған. 100 мыңға сырға сақина алғызып алған құдағи сол жерде-ақ тағып алған. Түскі асты ішпекке үшеуі бір кафеге кірді. Дастархан басында құдағидың талабы көбейіп бара жатқасын қайын сіңілісі Ажарды әжетханаға барып келейік деп оңашаға шығарды.
Жеңгесіне білген ақылын айтты. Қайтып келсе, құдағи орнында жоқ. Ол да әжетханаға кеткен болар деп отыра берген. Біраз отырған соң секем алып үстел басына қойып кеткен сөмкесінен әмиянын іздеп еді, таппай қалды. Алтыннан басқа китке деген миллионға жуық қаржы бар еді, жоқ. Ойбу, көз жақсым сорлаппыз ғой, шын айтыпсың, алаяққа жем болдық деп еңіреп қоя берген Ажарға қандай басу айтарын білмеген қайынсіңлісі дереу ұялы телефонмен Жандосқа хабарласты. Телефоны сөндірулі болып шықты. Сосын қайынсіңлісі күйеуіне хабарласып жеңгесінің үйіне барып көруді. Келінді ұстай тұрыңдар, бұлар алаяқтар болып шықты деуге шамасы әзер жетті. Ауылға келгенде Қайсар бар жігітті жұмылдырып Аминаны жолда таксимен қашып бара жатқан жерінен ұстап алыпты. Қолында 2 сөмке үйдегі бағалы заттар көрінеді. Бірнеше жылда арқалаған алаяқ қыз іздеуде жүрген атақты жөзекше болып шықты. Есімі Баян, құдағидың есімі мүлдем бөлек. Ал құдағиды ұстай алмады, іздеуге берді. Екі ортада Бәтима да, қызы да араңдап қалып жауапқа алынды. Кешірім берген Ажар бармағын тістеп қала берді. Ал Жандос ештеңе түсінген жоқ. Бар білері 2 қонақ кетіп қалды. Осылай деп жауап берген соң тәртіп сақшылары да қайда мазалай қоймады. Аузы күйген Ажардың ұлының енді үйленіп балалы болар деген үміті жоғалды. Бекер болған екен. Жандосқа шын жаны ашыр бауыр туып бермеген екенмін. Бүгінде Ажарды осындай ой ғана мазалайды. Айтпақшы, Ажар кешірім берген соң Бәтиманың қолында соңғы үлгідегі телефон пайда болды. Өмір ғой.